Ассалаумағалейкум ағайын, Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі бейне баянымызда Америкадағы тұрмыс атты сериалдың форматын өзгертіп отырмын. Себебі бірнеше сюжетті бір сериалға тығатын болсаң, сыртқа сол сериалдың атында анықсызда не туралы екен. Сол себептен көп көрермендер келіп жатқан жоқ. Меніңше сол сериалдарды бір сюжетке ғана арнап шығаруым керек сияқты. Сөйтіп не туралы екен файлдың атында көрсетсем, сонда адамдар көбірек қызығып, мүмкін кіріп қарайтын шығар. Негізі қазақ тіліндегі арнамды тастамай, намысқа тырысып, соны ары қаратай жалғастырып дамытқым келеді. Негізі мен орысша өскен қазақпын, негізі орысша арнам бар, Джигиты США дейтін, бірақ ол енді бүкіл Ресейге, бүкіл ТМД елдеріне арналған арна, бірақ өзіміздің елімізге осы 30 жыл егемендік болса да әйтеуір сонда да қиын қыстау отыр біздің тілімізге. Себебі контент аз. Сол себептен мына контентті қазақша көбейту үшін осы арнаны намысқа тырысып, өзіме қиын болса да, көп уақыт кетіп жатса да, дүниемді, былай айтқанда уақытымды сарп етіп отырмын. Соны сіздің қолдауларыңыз керек. Қолдап, осы бейне баянды әркімге таратып, осындай арна бар екенін мысалы үшін білдіріп ағайындарыңа, достарыңызға, сөйтіп осы Америкадағы аңыз болған Америкадағы өмір қандай тұрмыс бар, қандай кішігірім үйдегі күнделікті қандай заттармен, қандай нәрсемен, құбылыстармен кезгетінің туралы айтқым келеді. Сіздерге де қызық болады деп ойлаймын. Екінші жағынан танысамыз, осы бейнелер арқылы танысып араласамыз деген үміт бар. Сол себептен бүгінгі енді қысқаша бейнемде паркоматтар қалай жұмыс жасайтын туралы айтқым келеді. Ал қараңыздар. Мына ақылы тұрақтардың паркоматтары түрлері осындай Америкада, мысалы Калифорнияда. Мына жерге карточкамен де төлеуге болады, кейін тиын саласыздар. Оны көрдіңіз бе, жақта 4 паркомат, ешқандай көліктің нөмірін енгізбейсіз. Мысалы үшін мына паркомат мына көлікке қарайды, мына паркомат мына көлікке қарайды, мына паркомат мына көлікке қарайды, мына паркомат мына көлікке қарайды. Мына жердегі тұратын көлікке сөйтіп төлейсіздер да, сөйтіп паркоматтың ешқандай номері, яғни көліктің номері болмайды. Мына жерде уже уақытсы жүретін жерде. Соны қарап, уақытысында төлеп тұру керек. Мен осындай паркоматтар, қиыншылығы жоқ. Тиын саласыз, болмаса карточка саласыз. Мінекей тиын салатын жер, мына карточка салатын жер. Ал ағайын, осы арнама жазылыңыздар, астында лайкты басыңыз, комментарий жазыңыз. Келесі серияда тағы бір қызық нәрселерді айтып беремін. Ал сау саламат болыңыздар, арнамда қалыңыздар.